Жалғастырамыз. Елімізде алғаш рет дистония ауруына шалдыққан 11 жастағы қыз балаға операция жасалды. Паркинсонның бір түрі саналатын бұл дерт әдетте егде адамдарда көп кездесетін. Аурудың бала бойында дендеуі сирек жағдай. Бірақ бір қуантарлығы дерттің дауасы бар. Нейрохирургия орталығы Орта Азия көлемінде жасалып көрмеген операцияны қолға алып алғаш рет тәуекелге барды. 5 жасқа дейін Ақжібек зерегеді, түрлі үйірмелерге де қатысқан, бірақ 2015 жылдан бастап аяқ қолы қалтырап зат ұстаудан қалған. Ал 9 жасында ауруы асқынған, жүруі қиында басын көтере алмаған, диагнозын соңғы 2 жылда ғана білген анасының апармаған жері жоқ. Нейрохирургия орталығы, көптен күткен операция. Бұған дейін Паркинсонмен ауырған егде адамдардың басына орнатқан аппарат енді алғаш рет баланың миына қойылады. Балаға бұл операция өте қиын, ауыр батады. Сондықтан біз жеңіл түрде наркозда жатуын сұрадық баланың, бірақтан толығымен ұйықтамайды. Арасында сұрақтарымызға жауап беріп, жаңағы істейтін командаларды орындап отырғаннан кейін бірінші этапын енді бітіріп жатырмыз. Біз мидың ішіне қоятын электродтарымыздың бәрін орнына қойдық. Аппаратпен баланың жағдайымен барлығын тексердік, бәрі ойдағыдай өтті. Бұл елімізде диагнозы расталған бірінші жағдай және операцияда тұңғыш рет жасалды. Аяқ қолы дірілдеп, өзін-өзі басқара алмайтын ауру түрі бұған дейін тек ересектерде анықталып келген еді. Науқас өзін-өзін қызмет көрсетуге, тамақтануға, жүріп тұруға, өз-өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндігі шектеледі. Сонымен 3-4 сағатқа ұласқан операция сәтті аяқталды. Ақжібек палатаға шығарылды. Есін жейді, бізге қарап жымиып қояды. Жүріп кетсе екен деп, қатарына қосылса екен деп, ол да мектепке барғанын қалаймыз. Дәрігерлерге көп рахметімді айтам. Сондай білікті мамандар, қуанып мәз болдық, сондай адамдардың өзімізде қазақстанда бар екен. Ал мидағы құрылғыны мамандар біртіндеп қосады. Оңалуға біраз уақыт керек. Аппарат пультпен басқарылады. Қуаттағыш батареясын әр 5 жылда ауыстыру қажет. Осылайша аяқ қолының қалтырауы басылып, қалыпты өмірге қайта оралады дейді дәрігерлер. Раушан Сайлауқызы, Саветхан Жагиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.